Баршаларыңызға қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер. Келе жатқан Наурыз мейрамы құтты болсын. Бүгінгі видеода дастархан сәнін келтіріп тұратын, яғни дастархан сәнін ашатын сәукеле нанын бірге пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы сүтімізді қойып, оның үстінен жылы суымызды қойып, қантымызды салып, және де дрожжымызды салып, жақсылап бір араластырып алатын боламыз. Келесі сұйық майымызды қойып, ертілген сары майымызды қойып алып, комнатный температурадағы бір жұмыртқаны салып, бір шай қасық тұз салып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң електен өткізілген ұнды қажетіне қарай қосып, қолың көмегімен жұмсақтау етіп қамыр илеп алатын боламыз. Дайын болған қамырымызды ыдысымызға салып, бетін пищевой пленкамен жауып, 1 сағатқа сәл көтерілгенше қойып қоятын боламыз. Міне біздің уақытымыз өтті, қамырымыз күшті болып көтерілді. Содан соң қамырымызбен жұмыс жасауға кірісетін боламыз. Сәукеле нанымызды осындай конус формада пісіретін боламыз. Алдын ала қолмен жасап алсаңыздар болады. Дайын болған қамырымызды 2 бөлікке бөліп алдық. Яғни бізде 2 штук сәукеле наны шығады. Ең алдымен кішкене ұн сеуіп, қамырымызды орташа қалыңдықта жайып алатын боламыз. Құрамы мен мөлшерін төменгі описаниеден таба аласыздар. Міне біз қамырымызды жайып алдық. Содан соң пышақтың көмегімен немесе арнайы құралдың көмегімен қамырымызды кесіп алатын боламыз. Осылай барлық жерін кесіп алдық. Дайын біздің қамырымыз. Содан соң конус формамызды алдын ала сұйық маймен немесе ертілген сары маймен жағып алдық. Қамырымыздың үстінен қойып, 2 қолдың көмегімен видеодағыдай қамырымызды конус формаға орап шығатын боламыз. Міне осылай барлық жағына орап аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің сәукеле нанымыз дайын болып қалды. Содан соң пергамент қағазын төсеп формамызға салып алатын боламыз. Келесі қамырымызды 2 бөлікке бөліп, видеодағыдай орап алатын боламыз. Орап алған қамырымызды сәукеленің бас жағына орналастырып алатын боламыз. Сол кезде біздің сәукеле нанымыз өте әдемі болып шығады. Осы кезде алдын ала духовкамызды 140-150 градуста қыздырып ала берсек болады. Міне осылай басын орналастырып шықтық. Содан соң ең бас жағына осындай кез келген ыдысымызды қоюымыз керек. Сол кезде біздің қамырымыз түсіп кетпей әдемі болып піседі. Содан соң жұмыртқаның сары уызын жағып шығып, ақ күнжіт, қара күнжіт немесе макпен де сәндеп шықсаңыздар болады. Сәукеле нанымызды алдын ала қызып тұрған пеште 140-150 градуста 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің уақытымыз өтті. 2 сәукеле нанымызда өте әдемі қызарып пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай. Дайын болған сәукеле нанымызды кішкене бауырсақ пісіріп сәндеп шықтым. Өте әдемі болып шығады. Үйде жасап көріңіздер. Дайын. Егер де видео рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!